Арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздерге жұмсақ, дәмді болып шығатын, екінші күні қатып қалмайтын бауырсақтың рецептісімен бөлісемін. Әрине, бауырсақтардың түрлі рецептісі бар. Осы рецептте жасап көріңіз, көңіліңізден шығады деген ойдамын. Ол үшін суымыз бен сүтімізді жылытып алып, ыдысымызға құямыз. Кейін құрғақ ашытқы, қант және ұн салып, араластырып, бетін жауып 10 минутке қойып қоямыз. Міне дайын. Енді осыған майонез бен сұйық майды және тұзды араластырып, жаңағы апараға құямыз. Алдын ала илеуіштен өткізілген ұнды осылай аз-аздан салып, қасықпен араластырамыз. Міне осылай қоюланғанда қалған ұнымызды столға салып, жинақтап, қолмен қамыр илейміз. Қамырды орташа күшпен басу керек және бір қамырға айналғанда 10 минут шамасында иі қанғанша басамыз. Міне қамырды осылай көбірек бассақ, осындай түрі әдемі біркелкі болады. Енді ыдысымызға 1-2 май тамшысын тамызып, шетіне жағып, кейін қамырды салып, көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Әрине, бетін жабуға ұмытпаймыз. Бұл жерде маңыздысы бір көтерілген қамырды басып, тағы көтерілгенше қойып қою керек. Міне қамырымыз жақсы көтерілді. Бір жина басып алып, оқтаумен жаямыз. Тым жіңішкетіп жаймаңыздар, пісіргенде көтерілмей қалады. Қамырымызды жайып болған соң, арнайы кескіш немесе стақанның көмегімен кесеміз. Столға орамал жайып, үстіне тізбектеп, 15-20 минут бетін жауып қойып қоямыз. Кейін табаға емес, қазанға май құйып, себебі табада аз құйылады. Сондықтан бауырсақтарымыз әдемі көтерілмей, көрінбей қалуы мүмкін. Және де бұл жерде тағы бір маңыздысы, май қызған соң бауырсақтарыңыздың сырты күйіп, іші шикі болып қалмас үшін отты қатты қоймай екі жағынан пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Асыңыз дәмді болсын. Мені жоғалтып алмас үшін тіркеліп қойсаңыз болады.